Sende bari жақсы. Жоқ. Марсель, өтінем, тек көзіңді жұмбашы. Сен менің өмірімнен екен жарық болды. Тек көзіңді жұмба, Марсель, тек көзіңді жұмба. Айым, жедел жәрдем шақыр, тез! Марселдің жағдайы қалай? Айтыңызшы. Оқ дәл жүрегіме тиген. Біз қолдан келгеннің бәрін жасадық. Құтқара алмадық. Марсель! Жоқ. Саған жоқ. Олай өтірі. Мен сездім. Олай өтірі. Марсель. Қарындасыңыздың күнегінге жағдайы нашарлауда. Бұрындары сөзін қайталаса, қазір бірақ сөз айтады. Иә, Назгүл мені шақырып жатыр. Ол мені шақырып жатыр деп айта береді. Бұл не деген сөз? Мен нақты айта алмаймын. Бірақ жағдайына қарасам, ұзаққа бармайды. Жоқ, мен оны емдеп жатам. Үміт үзбеген дұрыс. Сауық кетсін. Қарындасым, күнім. Ол мені шақырып жатыр. Кім ол сені шақырып жатқан? Ол мені шақырып жатыр. Назгүл, кім ол түсіңе кіріп жүргенің кім? Шақырып жатыр. Кім ол сені шақырып атқан? Марсель. Сені енді тапқанда қайта жоғалданба сонда? Бару керек. Мен оны емдеймін. Шетелге апарам. Ол жазылады. Міндетті түрде жазылады. Назгүл әлі сауығып жазылып кетеді. Періште? Иә, сенің Марсель деген қорғаушы періштемін. Менің қорғаушы періште? Келгеніңе қатты қуаныштымын. Сені қатты сағындым. Неге мені жалғыз тастап кете бересің? Мен енді қалай өмір сүрем? Мен сені тастаған емеспін. Тастамаймын да. Ешқашанда. Мен сені алып кетуге келдім. Бізді енді ешкімге айырамайды. Менімен бірге баруға дайынсың ба? Иә, мен сенімен бірге кетуге дайынмын. Тек сенімен бірге болғым келеді. Онда қолымнан ұста.